осыдан бірер күн бұрын екінші жары Ақбота Сейітмағамбетпен заңды түрде ажырасқанын хабарлаған Дәурен Айдарқұлов тағы да ел талқысына түсті. Бұл жолы желідегілер актердің бірінші әйелімен қосылайын деп жүргенін болжауда. Олардың бұл ойына өнер иесінің желідегі жазбасы түрткі болған. Дәурен Айдарқұлов Instagram парақшасында анасы мен бірінші некесінде туған 3 баласымен түскен суретімен бөлісіп, желіде қызу талқыға түсті. Белгілі актер фотоның анықтамасына иншаллах жақында бірге боламыз деген жазба қалдырған. Желі қолданушылары өнер иесінің бұл сөйлеміне қатысты жарыса пікір білдіріп, өз болжамдарымен бөлісті. Олардың пайымдауынша, әзілкеш алдағы уақытта бірінші әйелімен қосылуға ниетті. Ат айналып қазығын табады деген бар. Солай болып тұрған секілді. Жылтырағанның бәрі алтын емес екенін түсінген болар. Жақында бірге боламыз дегенге қарағанда бірінші әйеліне қосылатын сияқты ғой. Бірінші әйеліне қосылғаны дұрыс деп жазуда көпшілік. Қос жұлдыздың кинодағы махаббаты шынайы өмірде жалғасын тауып, олар отбасын құрды. Алайда араға 4 жыл тастап, өнер иелері ажырасуға шешім қабылдаған. Олардың ортақ 2 баласы бар.